Қазіргі уақытта оппозициялық және тәуелсіз басылымдардың көбі жабылып қалған, алайда 2000 жылдардың басында көптеген оппозициялық газет журналдардың шығуына рұқсат берілген. Бұл рұқсатты сол кезде ақпарат министрлігін қысқа ғана уақытқа басқарған Алтынбек Сәрсенбаев берген еді. Ал 2006 жылы Сәрсенбаев пен оның екі көмекшісі кісі қолынан қаза тапты. Олар Алматы маңындағы таулы жерден табылған, қолы байланған, желге тұсына оқ тиген. Қылмысқа қатысы бар деген күдікпен бірден парламент сенатының аппарат басшысы Ержан Өтембаев, полиция Рустам Ибрагимов және ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірнеше офицері ұсталған. Сол жылы Назарбаев сенат отырысында Ержан Өтембаев өлтіруге тапсырыс бергенін мойындағанын мәлімдеген. Назарбаевтың айтуынша, Өтембаев оған жеке хат жазып, ар-намысыма тиген үшін осындай әрекетке бардым деген. Сөйтіп Өтембаев 20 жылға сотталған, ал тапсырысты орындаушы экс-полицей өмір бойына сотталған. Алайда 2012 жылы экс-полицей Ибрагимов мәлімдеме жасаған. Сол мәлімдемесінде ол тапсырыс беруші Рахат Алиев пен ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Әлнұр Мұсаев екенін мәлімдеген. Сот істі қайта қарап, Ержан Өтембаевқа басқа үкім шықты. Сот оны қылмысқа айдап салушы деп 13 жылға соттаған. Бірақ ол сол жылы шартты жазамен босатылып, 2012 жылы қайтыс болған. Рахат Алиев 2015 жылы Венада жұмбақ жағдайда қайтыс болған. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Әлнұр Мұсаев қазір Австрияда тұрады. Бас прокуратура 2018 жылы оған қатысты тергеу тоқтап тұрғанын мәлімдеген. Істің арты осылай сұйылып кете барған.